Адам шіркін келген баршылыққа тез бауыр басып, басынан кешкен қиыншылықты тез ұмытып, қолдарына кішкене сәттіліктің бақ жұрнағы қона қалса, екі аяғы аспаннан салбырап түскендей, тәуба мен тобасынан лезде жаңылып, кеудесін көкке көтеріп шыға келетіні қызық деймін де. Ауылда өмір бойы тұрып, малдың арасында өскен бір апамыздың жалғыз баласы үлкен қызметке ілігіп, сол баласының қолына қалаға көшіп кеткен ол. Бір-екі жылдан соң ауылға қыдырып барғанында, ошақта жанып жатқан тезектің иісіне мұрнын шүйіріп, қабағын тыржитып, «Фу, иісі неткен жаман, не жағып жатсыңдар» деген екен. «Тезек қой апа» деп жауап бергендерге, сол апамыз «Ол не тезек деген?» депті. Содан бәрі малдың қиы, анау-мынау деп әрең дегенде түсіндіріпті дейді мыс. Сол апамыздың өзі бағып өскен малдың боғын ұмытып кетті дегенге сену қиынның қиын-ақ енді. Келісетін шығарсыздар. Жақында тағы сол әжептәуір қызметтің басын ұстап отырған бір туысымның әйелі босанып, ұл тапқан. Содан қоңырау шалып құттықтап жатырмын. Рахметін естіп, қал-жағдай сұрасқан соң, «Қалжа қашан бересіңдер?» деп сұрадым. Өздеріңіз де білесіздер, қазақта жас босанған әйелге бір малды қалжа атап сойып, жас ет жегізіп, жас сорпа ішкізіп, баланың мойны бос болмасын деп, сол малдың мойнын жегізіп, содан соң баланың мойны қатқанша деп мойын сүйекті үйдің ішіне іліп қояды. Бұл да бір халқымыздың қалыптасқан ата салтының бірі. Мына біздің қазақта «Мені туғанда да анам ұл тудым деп қалжа жеген» деген намысты сөз соған қарап айтылған болса керек. Сонымен не керек, телефон құлағында тұрған туысқаным «Что такое вообще қалжа деген» демесі бар ма? Содан түсіндірген болдым. Бірден солай демейсің бе деп, ақ жарқын кейіпте даңғырлай күлген сабазым әрі қарай анау-мынауды айтып телефон тұтқасын орнына қойды. Оны да шын білмеген екен деп ойлайын десем, төртінші баласы өмірге келіп жатыр. Дәстүрді білмейді дейін десем, өзі қайнаған қазақы ортада өсіп, тәрбиеленген жігіт. Жас дейін десем, жас емес. Сол сияқты қарапайым ортада бой жетіп, жоқ пен барды бірдей көріп өскен талай келіншектердің, ақшасы көп, қызметі талай жанның қолын қусырып алдына апарардай азаматтардың әйелдері атанып алып, орынды жерде орынсыз тіл қатып, шалқайып тасып жүргендерінде көріп жүрміз. Бұл не сонда? Пенде деген шіркіннің, адами деген сап ойының арзандауы ма? Әлде уыс-уыс ақша мен артық қуыс қызметтің буы ма? Біле білген адамға басқа қонған бақ деген ұшып кетер құспен бірдей емес пе? Бақ келді деп таспа дейді екен қазақ. Мұнымен басқа қонған бақты да қадірлеп, қастерлей білмесе, оның да киесі ұшып, иесі жоғалып кететінін айтса керек. Бақ кейде тауып, кейде ауып қонады. Тауып қонсын, ауып қонсын, келген бақты бағалап, жақсылықты жағалап, үлкенді ағалап, кішінің маңдайынан сипап, жоқшылыққа көмектесіп, баршылыққа мүдделесіп, мейірім мен қайырымның сәулесін жан-жағына жарқырата шашып жүргенге не жетсін? Қызмет қолтықтың кірі, ақша жоқтықтың пірі, дүние боқтықтың бірі демекші. Өлгенде сол боқ пен кірді көріне көтеріп әкеткен ешкім жоқ. Сондықтан байлығың тасып, ақшаң тау болып үйіліп жатса да, қарапайым тұрып, қарапайым жүргенге не жетсін деймін де. Ең бастысы, Тәңірге тәубеміз бен тобамызды айтып жүруді ешқашан ұмытпайық.